Құрметті оқырмандар, мына жағдайды қараңыздар. Мысалы, егер бізде осылай келе жатқан кезде тығыз жүріс деп аталады. Мына жақтан сіздің жолаққа бір көлік сұранса, мына жерде сізде жол көлік оқиғасы пайда болды. Мына қара автокөлік келіп дөрекі түрде мына сіздің жолаққа түспекші болды. Алдын ала поворотник жақты, бірақ соның өзінде сіз жол бермегендіктен ол жол береді деп дөрекі түрде кірді. Енді қараңыздар, осылайша мына жол беруді мына басқа жолақтан, оң жақ жолақтан немесе сол жақ жолақтан сіз сұрайтын болса, мұнда сіз принципқа кетпей, мына көлік поворотник жағып сұраған кезде жол беріп өткізіп жіберуіңіз абзал. Себебі егер өзіңіз есептеп қарасаңыз, міне сіз жол бергеннен сіз ешқандай да ұтылмайсыз. Сіз көп болса бір 2-3 секунд уақыт жібересіз. Ол сізге поворотнигін жағып алғысын білдіреді. Сіз 2-3 секунд уақыт жоғалтасыз, болды. Басқа, ал егер сіз ойлап қараңыз, егер оны өткізбей, сіз өз жолыңызда тұрып алып, жүріп келе жатқан болсаңыз, ал ол кіріп қалса, мысалы қайта-қайта сұрап, сіз жол бермей, ол егер сіздің жолаққа дөрекі түрде кіріп қалса, жол көлік оқиғасы пайда болса, осылайдан соғысып қалсаңыздар, өте көп уақыт кетеді. Сол себепті өткізіп жібергендеріңіз абзал. Әрине, енді ол адамда әртүрлі жағдай болады, сізде асуыңыз мүмкін, бірақ енді мысалы егер осылайдан сұрап не істеп жатырса, өткізіп жібергеннің ешқандай да зияны жоқ. Құрметті оқырмандар, енді мысалы сіз мына басқа жолаққа ауысатын болса, мысалы қандай жағдайда ауысады? Мысалы мына қара көлік сол жақ жолақта келе жатыр делік. Ол сол жақ жолақта келе жатып, неге мына ортаң жолаққа ауысады? Мысалы көбінесе былай болады. Мына сол жақ жолақтағы көліктер солға бұрылмақшы. Ал мына қара автокөлігіміз жоспары өзгеріп, ол тіке кету керек болды. Немесе оған оңға бұрылу керек болды. Сол себепті ол жолағын ауыстыруға мәжбүр болады. Сондықтан да құрметті оқырмандар, жолда жүргізушілер бір-бірін түсінісіп, бір-біріне жол беріп, және бір-бірін осылай қатты қысып жіберіп олай жасауға болмайды. Жүргізушінің белгілі бір мәдениеті болу керек. Осылайша ол мәдениет қайдан пайда болады? Ол мәдениет білімнен пайда болады. Мысалы, мына қара көлік, мына қызыл автокөлік сіздің яғни басымдылығыңыз бар екенін білуі де мүмкін, білмеуі де мүмкін. Жоқ, мен мына жолаққа түсем, маған жол беруім керек, жол беруі міндеттісін деп ойлауы мүмкін білмейтін адам. Түсіндіңіз бе? Оны да ескеру керек. Назарларыңызға рахмет. Бұл ПТТ Қазақстан каналы.